Зияткерлік мектептердің тәрбие жүйесіндегі қоғамға қызмет ету жобасы бойынша Семей қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымының Жидебай, Шәкәрім, Шыңғыстау шаңырақтарының оқушылары мен кураторлары қаламыздағы нөмір 31 жалпы білім беретін орта мектеппен бірлескен семинар-практикум өткізілді. Мақсатымыз Назарбаев зияткерлік мектептерінде жүзеге асып жатқан әлеуметтік жобалар жайлы тәжірибе алмасып, оларды өз білім ордамыздың оқу-тәрбие бағдарламасына енгізу. Аралас үлгідегі білім мекемесінде ағымдағы жылдың басында достық атты бірлестік құрылып, ол 4 үлкен қауымдастықты біріктірді. Міне осы қауымдастықтарға номер 31 мектептің дарынды оқушылары топтасып, түрлі әлеуметтік жобалар бойынша жұмыс жасай бастады. Дегенмен, тәжірибесі мол, нақты шаруаларды нәтижелі жүзеге асырып жүрген зияткер шәкірттердің сауатты істерін үйрену, олардың қабілеттерін ұштауға көмектеседі. Оқушылар 4 топқа бөлініп, мектебіміздің көшбасшылар кеңесі мен шаңырақ мүшелерінің жетекшілігімен өткізілген шеберлік сағаттарына қатысты. Мәселен, акт залында өткен шеберлік сағатында өзін-өзі басқару ұйымының президенті Темірлан Әмірғазин әлемді өзгерту және көшбасшы болу үшін қандай қасиет керек деген сауалға жауап іздеп, нақты мысалдар келтірсе, өмірді қалай өзгертуге болады деген сұрақтың төңірегінде 12 сынып оқушысы Малика Мұсатаева өз ойымен бөлісті. Бұдан бөлек, әр топтағы оқушылар әлеуметтік жобаларды қалай жоспарлауды, қалай жүзеге асыруды, көшбасшылар кеңесі үшін сайлау өткізу, оның жұмыстары жайлы қажетті ақпараттармен танысты. Жалпы, Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі 9 шаңырақты мүшелері 10-нан астам жобалар бойынша тұрақты жұмыс жасап келеді. Осы жобалармен жақынырақ танысқан нөмір 31 мектеп шәкірттері үлкен әсер алып, білім қоржындарын толықтыра түсті. Тараптар арасындағы жүздесу соны еркін пікір алмасуға ұласып, нәтижесінде семинарға қатысушы оқушылар болашақта осы жобаларды жалғастыруды мақсат етіп, өздеріне көп азық алғандарын айтты.